Назар аударыңыздар, Ұлы Дала жорығы 400 шақырым аяқталды. Қырғызстанның командасы топ басына шықты. Бүгін таңертеңнен бері командалар барлық өздерінің адыс тәсілдеріне сүйеніп, аса қатты жылдамдықпен жүйткіп келе жатыр. Кешегі көрсеткіш өзгеріп жатыр. Кеше топ басында болған Жетісу бүгін 3-ші орынға түсіп қалды. Ақтөбе жалпы есепте 2-ші болып келе жатыр. Біз қазір аралық аялдамада тұрмыз. Әрмен қарай тағы 50 шақырымға кетеміз. Бүгін 450 шақырымды аяқтаймыз. Енді Қырғызстанның ізін алып келе жатқан Ақтөбе командасын айттық. Жетісу бар, Маңғыстау бар, Қостанай бар. Енді осы 4 команда алдағы 50 шақырымда барын салатыны анық. Өйткені бас жүлде үшін талас күшейеді. Осы тұста көрермендердің сауалына жауап беріп кетейін. Толық құрамда келе жатқан бір-ақ команда бар. Ақтөбе 5 атпен келе жатыр. Одан кейін Қостанай облысының командасы 4 атпен келе жатыр. Қалған командалар 3 атпен келе жатыр. Енді әрмен қарай жағдай өзгеруі мүмкін. Кешке таман сіздерге қандай жаңалық болғанын, 450 шақырым қалай аяқталғанын айтып берем.